Ассаламу алейкум баршаларыңызға. Мен жақында ғана қажет думанның YouTube'да меңгер курсынан өттім. Сертификат алдым. Енді сіздерге осы жайлы кішкене ғана пікірімді білдіре кетейін. Қажет думан деген жігіт өзі жас жігіт, 203 мың жазылушысы бар YouTube'да. Бізге нені үйретті? Бізге бірінші YouTube'ға қалай тіркелу керек, қалай аккаунт ашу керек, оның үшін әрлеу керек, настройкасын қалай реттеу керек, артына фонды қалай қою керек, Instagram'ды қалай белгілеу керек, профильдегі суретті қалай өзгерту керек, баннерді қалай жасау керек деген сияқты көптеген мағлұматтарды бізге бір аптаның ішінде миымызға құйып, 3 видеоны алғызып, оған 76, 223, 308 просмотр жинауға қамшылады біз. Енді бұл жерде сізге 28 күн ішінде қаралған видеолардың санын көрсетіп тұр, 7 күнгі көрсеткіш керек. Қарап тұрғандарыңыздай, соңғы 7 күнде менде 686 просмотр жиналған, 69 подписчик жиналған. Мына жердегі барлық настройкаларды қалай жасау керек екендігін, соның бәрін сізге ашып, шашып береді. Қалай видео түсіру керек, оны қандай аппараттармен түсіру керек, телефон, фотоаппарат, штатив, жар қалай болу керек, соның бәрін үйретеді. Деп мамандар келіп сіздерге сабақ береді. Мынау менің арнам Мейкмакер деген. Осы арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Бірге дамиық қазақ елі.